Аузу биллахи минашшайтанир-рахим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Нух пайғамбардың алейхиссаламның қиссасы, оқиғасы. Let's go. Хат еліне Нух алейхиссаламның жібердік. Әй елім, Аллаға құлшылық қылыңдар, сендерден одан басқа тәңірлерің жоқ. Қорықпайсыңдар ма? Деді. Ағраф сүресі 65-ші аят. Елінің қарсы болған тобы, әрине біз сені әуес көреміз, сені және сені анық өтірікшілерден деп ойлаймыз, деді. Әй елім, мен бір ақымақ емеспін, бір әлемдердің Раббы тараптан бір елшімін, деді. 67-ші аят. Сонда Худ алейхиссаламның онымен қатар болған бірге болғандары мархаметтерімізбен құтқардық да аяттарымыз жасында шығарадың және сенбегендерден артық үздік. Сонда 72-ші аят. Ғад қауымына туыстары Худ алейхиссаламды жібердік. Әй елім, Алла құлшылық қылыңдар, сендерге өте жолақ қорысыңдар, деді. Худ сүресі 50-ші аят. Олар: әй Худ, сен бізге ашық дәлел көтермедің, біздің сенің сөзің бойынша тәңірлерімізді тастаймыз да саған сенбейміз, деді. Сонда 53-ші аят. Худ алейхиссалам: Раббым мені жасығына айналдырғаны қарсы нұрсат берер, деді. Мүмин сүресі 38-ші аят. Алла олар аз бір заманда әліпте өкінішке ұшырайды, деді. Сонда 39-ші аят. Ғад елі де елшілердің жасына шығара сүресі 120 аят. Сол уақытта оларды туыстары Худ алейхиссаламның: қорықпайсыңдар ма? деді. 164-ші аят. Рас, сендерге елшімін. 125-ші аят. Алладан қорқып, маған бағыңдар. Сонда 126-ші аят. Мұхаммед алейхиссалам Хат елінде туысын Худ алейхиссалам сене ал, ол еліне ақпараттағы Алладан басқа құлшылық қылмаңдар. Шын мәнінде мен сендерге келетін зор күннің азабынан қорқамын, деді. Ахқаф сүресі. Олар: сен бізді тәңірлерімізден айыру үшін келдің бе? Мобада шын айтушылардан болсан, дереу бізге бопалған нәрседегі келтір, деді. Сонда 22-ші аят. Шын мәнінде мәлімет Алла қасымда мен сендерден мені жіберген нәрсе жалғастырып отырмын дегенде мен сендерден надан ел көремін. 23-ші аят. Худ алейхиссалам: жоқ, сендердің асыға тілектерінің ішінде жан түршіліктердің азабы бар, бір боран, деді. Сонда 24-ші аят. Худ алейхиссалам Нух алейхиссаламды 7-ші ұрпақтағы оның баласы Симунан тарағы деп атайды. Арабия түркінің оңтүстіктегі Хадра Матутын тіркеске бетінде орналасқан Ақаф жерінде бағы заманда ат елі тұрыпты. Ат мемлекеті күшейіп, дәулеті мен сәулеті қатар гүлденіп, өсіп, биік үйлеріп салып, тозғандар суын пайдаланып, халықты бұтқа табыныпты. Осы ат еліне Алла Тағала Худты елші етіп жіберіпті. Алла Тағаланың оны қалаулары тегін емес еді. Нух туыстық жағынан осы ат елінен болатын.
ад халқы ежелден Емен, Оман арасындағы үлкен құмды алқапты жайлы. Алла Тағала олардан ырысыздық нәсіп асырап үлкен кеңшілік берді. Бірақ олар адасуда болады. Осы бақытты өмірді кім беріп отыр? Мына ағыл тегіл байлықты қайдан келіп жатыр? Оны ойлап та көрген емес. Ең батысты бір Алланы мойындап, оған құлшылық етудің орнына бұрынғы ата бабаларымыз сияқты бұтқа табынып, оны Құдай деп танып білді. Жақсылық көрсе алғыс рахметін соның үстіне өйтіп төгіп, бақытсыздық болса тек сонда медет тілек, медеу іздейтін халге жетті. Сонымен де қоймай олар Алланың бергеніне шүкір етпей, бұл өміріне ойларына келген опасыздық бәрін істеп, бақытты әлсіздерге панасыз мүмкіндіктерге тиісіп зорлық үстемдік жасады. Шіміркенпестіктен озбырлық көрсетті. Бейкүнә халықтың шыдамдылығы таусылып, сырдағыны қайнады. Міне осындай уақытта Алла Тағала пенделердің дұрыс жолға бастау, әлсіздерге қуат дәрмен беру, оларды ділін шыдап, надандықтардан айырылу, көздерінің қаптан шешілді. Ал тастап, жан жалға көрініп білуге үйрету үшін түсінікті тіл және тәлімді тәсілімен жаратушының құшағымен ықпалына кіргізіп, имандыққа қайта оралу үшін қандастардың қалына ортасына шыққан бір өкілін нәби етіп жіберуді жөн санайды. Сондай-ақ оларға бұтқа табынудың жеңілдік еткен нағыз ескеруші Алла Тағаланы хақ деп білудің қажеттілігін әйгіледі. Алғашқы күннен бастап осыны түсіндіреді. Осы оларға ішінде жоғары қаратасты, парасатты мінезге бай болатын адам болатын. Сондықтан Алла Тағала адасқандарды бастаушы міндеттерден атқаруды, соны таңдады. Жаратушының әмірінің жарылғанмен жерленген Худ алейхиссалам орналасқан зор сеніммен бұл міндетті үдеге алды. Жахалатты сүйреуге ниет бекітіп, халқын бұтқа табынатын теріс жолдан дұрыс жолға баруға бел буды. Сендердің бұтқа табынғандардан не пайда? Одан да шығады, оларды бас болады, табалса. Сондықтан оны қойып бір Аллаға сыйынып жалбарыныңдар. Өйткені ол бәрінен де күшті, оның қолына келмейтіні жоқ. Алла бізді жаратты, нәсібемізді бөліп берді, дүзі жолға салып, төбемізден билік шапағатын төгіп тұр. Енді Алла Тағала бет бұрып, сонда тілендер, астамашылық етпеңдер, деді Худ өзінің қандастарына. Ол айтыпты: «Ей, сен не айтып тыңдап тұрсың? Алла дегеніміз кім өзі? Оны көріп, біліп бар ма? Білген бар ма?» Онда бұттарымызға артық емес пе? Ол қасымызда күн барамыз, келеміз, мәжбат етеміз, мінәжат етеміз, синамыз. Бізге тиіспесе, сен өз Алланы сина бер, ал оған көнбейтін болсан, арамыздан кетіп тұр, депті ашу шақырып. Бірақ Алланың елшісі олардан бұл сөзіне қайықпапты.
қаймақпапты. Қайта күн өткен сайын Алла жолынан құлшылық етіп, насихат күшіне күштік берді еліне. Аяушылық жасап, Аллаға ілтихат етуге шақырып тоқтатпайды. Бір-біріне дос болыңдар, көмек көрсетіп, қол ұшын беріңдер. Кімде-кім сауап алғыс алса, иман келтірсе, оған о дүниелік кеншілік болмақ. Жомақ есігі ашық тұрады. Қайрымсыз қатал болмаңдар. Қиямет қылсаңдар жазаларынан дайын деп Алланың елшісі жар салады. Ол сондай-ақ болып толғаны мастанбауға, Нұхтың халқы тап болған апаты ұмытуға, тәубеден жаңылмауға шақырады. Әйтпесе де оның таңдаушы болмады. Осылайша екі жақ болып айтысып тұрғанда аспанды қара бұлт топарлапты. Мұны жаңбыр бұлтты депті. Қауымдастары, жоқ, бұл бұлт емес, деді. Нұх алейхиссалам аспанға көз жіберіп, бұл сендерге Алланың келген жаза, сендерге асыға тілегендердің ішінде жауынгерлік азабы бар бір боран. Соның арасында көк жүгінің қара бұлт тамшылап, жел көтеріледі. Ол дауылға ұласылып, аспан жарылып, айқыш-ұйқыш найзағай қамшылады. Түтін мен мұналардың тәңірек көрінбейтін кетті. Сұмдық олардың сезгенгендей жануар бас сауғалап, іннен інге кіріп, беттерінен айналуға меңгерді. Әлем топырақ, дауыл осылай. Жеті күн, жеті түн соқты, адамдар жеткен жерінен аяқ асты қалды. Бұт-шыт шыққан дүниенің ортасында әбіл-сәбіл жүрген есуастар әлде да көп кішкентай жоқ болды. Бұл апаттар тек Нұх алейхиссаламға ереген ниетті дұрыс адамдар ғана аман қалып, жан сақтады. Қарсы атқандар жазасын осылай тартты. Бірден әңгімелеріне қуаныштарын қашып келе жатқан Худ алейхиссалам Алладан жасырыну үшін баспана сұрайды. Содан оның алдына көрініп тұрған тау ортасына қақ бөліп, ортасына үлкен жарық пайда болыпты. Худ алейхиссалам ішінде кіргеннен кейін тау бөлшектер бір-бірімен қайта қосылып, бұрынғы беттеу қалпына түсте қойыпты. Содан бері Қадыра Маут алқа бұтынды осы тілеген тау қасеттері салынып, халықты көп барып тауып ететін орнына айналыпты. Оның жанында бөлек тұратын үлкен үй тасты мұсылман қауымы Худ алейхиссалам пайғамбар шөгіп жатқан түйесі деп айтатын болыпты. Айтпекпен арада неше бір заман өтсе де, оның орнына қозғалып тұрған, кете бара жатқан ешкім көрген емес те, бірақ түйе аты өзгерген жоқ. Бірақ те осы баяғы қалпына сақталуда. Соған қарамастан бұл жерге оңтүстік Арабияның түпкір-түпкірінен алғылып келе жатқандар осы көбелмесе азайыпты. Иудай, христиан діндерде Мұса алейхиссаламның 5 тармағында Худ алейхиссалам пайғамбарға ұқсас кейіпкердің аты кездеспейді. Дін зерттеушілердің мен түсіндірушілердің оны әлі күнге дейін ешкімнен теңестірмей отыр.